Ayel adam bolsa сразу мына жерде көз банкы болып, компаниясының атын қоюға болады. Қазақтың нәрсесін қазақтар жасағаны жақсы. 16 миллионға бір фураны заказ беруге болады. Қытайда бір сөз бар, бір бағаға бір качество дейді. Мынау вообще Қазақстанда ондай бағамен шықпайтын. Осы қатарлардан қазақтардың әйел кісілерін көріп қалу әбден мүмкін, себебі бәрі аралап жүр. Гуанчжоуда жүріп Жұлдыз ханыммен танысып қалдым. Жұлдыз ханым қазір маған саяққа байланысты басқа да дүниелерді барынша көрсетіп таныстырып, түпкі заводтармен, өзі жұмыс істеп жүрген заводтармен кездестіріп таныстырып жатыр заттарды. Мынау сол бізде қазір хит болып сатып тұрған наборы. Бізде хит болып отыр ма? Иә, вообще сіз монтоваркалар ма? Иә, мынау ақ түсі бар. Просто мына жерде несі жоқ тұр, образец тұр. Покровканың бер жағына ақ түс қойған, аударсаңыз қараса болады. Біз енді ер адам болғаннан кейін онша түсіне бермейміз ғой. Сол әйел адам болған. Мен орнында басқа әйел адам болса, сразу мына жерде көз банкы болып, қаншама адамдар айлансаңыз, біраз жүрсеңіз, қазақпен кезігесіз ғой, негізі осы ретте выставкада. Қазақ кісілер өте көп келген да. Бұлар қазір біздің Юнхандағы бағасы, енді жолымен есептемегенде 750 юанның айланасында болады. Жолымен анамасын санауымыз жоқ, біздің етсіңіз кейбір кісілер өздерін алып кетеді, кейбір болса заводтан контейнер болса ол туда сразу алып кетеді. Оны еще саудаласуға болады, егер көп көлемді алатын болса. Ну, конечно, сөйлесуге болады, бірақ енді сөйлемеседі. Негізі мына баға уже өте таза баға, сізге айтып отырмыз, біздің заводтың бағалары енді ең жақсысы өзіңіз заводқа барып тұрып, объеммен сөйлесіп алғаныз ең дұрыс. Заводқа баруға алда уақытта мүмкіндік бар ма? болады. Понимаешь, мына кісі болса, осы компанияның хозяйнесі, неге қойшылар. Ертең кезінде заводына қайтады екен. Если керек болса, содан кейін барып, заводына істеп отырған жерінен көріп, ақ түсінде көріп, өзінің образесын көріп, осы кісімен сөйлесуге бола береді. Жақын жерде ма завод? Жоқ, рядом с Ю. Юдың қасында? Юдың қасында Юнтан деген қала бар. Ол қалада тек қана осы алюминий қазандар шығады. Ыдыс-аяқтары? Иә, ыдыс-аяқ көбінесе. Одан қалса мынандай термосный стакандар ғой. Солар сол, вообще сол жақтан шығады. Жақсы. Тағы қандай ыдыстар өтімдірек қазір біздің Қазақстанға? Мына наборда жақсы өтіледі. Мына жерде толық тұрған жоқ. Просто мынау болса бізге ең жақсысы, көріңіздер. Өзі үлкен де қазақтардың дүниесіне дұрыс келеді. Өзіміз қазақи несімен. Ет асқанға да? Иә, үлкенге. Кішкентай семьяларға негізі жетеді. Осылай үлкен нескейден біреу, кішкенесінен екеу, бір мынандай несі бар. Жаңа қазан. Сол келейін. Наборы төртеу. Осылар жақсы өтеді. Қазақи ою салып қойған ма жерге? Иә, жоқ, мынау негізі өзінің несі родной братишкасының компаниясы екен. Қазір осындай духовка жасайды екен да. Сол үшінге оларға бір тал образец әкеліп қойған ғой. Неге десеңіз, мына заводқа постоянно қазақ кісілер келеді ғой. Қазанға хит болып сатылып тұрған заттар ғой енді еседі Қазақстанда. Сол олар көп келетін болған екен, олар образец жасап, қазақи ою салып, осылай алып келген. Бұл негізі ол заводтан екі түрлі фирма шығады, мынау болса Қытай ішіне сатылатынға. Қазақстанға шығатылатына Асел деген туристический компания бар. Иә, соныкі духовкасы да бар. Қазір олар ең жақында кішкентай духовкасын істемейді, тек қана 60 литрдан жоғары 60-72 түрлі литріне, үлкенінде. Осы кеңдеу болады, осы жерге дейін ақ түсуде. Качествосы да онша емес, нашар емес, Қазақстанда да кәдімгідей кісілер жақсы көрген көбінесе. Қазақтарды қалай назарын аудартуға болады, біледі Қытайлар, ойы салып қойды. Қазір мынау ең жаңа моделлар, мен көрсетейін да. Резина да? Резина болғанда видео дейміз бұны. Денсаулыққа ешқандай не болмайтын стакан бар ғой, солардың жасалған материалына. Одан кейін ыстықты көп ашылайтын. Бұл жаңа модельдер? Иә, мынау японский модель. Қазір шығып кетті, Кореяда, Японияда. Осылай қайсына істейсіз? Соған осылай істей саласыз, болды. Ашатын кезде осылай аша саласыз. Қайтып басқасына алып істей саласыз.
удобный да, мына неге десеңіз мына ұзын қолысымен тұрған кезде шкафқа сыймайды, бір жерге сыймайды, біреуге ұрлады соған аласыз да, өзі орнына аз кішірейтеді. И несі Қазақстанға кететін несі кубода азаяды ғой. Көрдіңіз бе, мынандай кішкентай коробканың ішінде осыншама қаншама виски. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 жапқышымен мынандай алюминий қазанды 2 түрлі жасауда бөлінеді да. Біреу болса алюминийді созып барып жасайды. Ол біздің кәдімгі үйде істетіп жүрген алюминий мескендер бар ғой. Солардың істеуі жасауы. Ана жерде тұрған свет ол алюминий. Ол соның жасау барысы сол созып жасалады. Алюминийді қыздырып бар, күйдіріп бар, созып жасалады. Ал мынандайда не үшін толық қатты қалыңдатып десек, мынау алюминийді барып басып жасалған. Созбайды ешқашан. Формасы осыншалық қана болады, сосын формасымен басып қана шығарады. Сосын барып шеттерін жөндеп айтып жасайды. Біздің қасымызда мына осы заводның маңайындағы қалада шығатын мескендер небетті бәрі осындай басып шығарған. Толный, тяжелыйрақ, қалыңдау болады, жақсы шыдайды. Тамақ тез күйіп кетпейді сосын. Мынау соны басып шығарған жақсырақ болып тұр ғой былай айтқанда. Иә, қазір жаңа негізі уақыт ұзарған сайын адамдар алдында ілгерілеп жатыр ғой. Бұрын кезінде бәрі темір қазан істейді, одан алюминийға түсті. Енді қазір осындай алюминийға түсті. Ол негізі енді алдында ілгерілегеннің бірі ғой. Тамаша. Корейский? Ол бұл жақта емес, иә? Жоқ, ол көргізбеде жоқ екен. Ну, и мынандай алтын түсігі бар. Бұнда негізі образесі бар, мен вақыт келгенде артына келгенде сізге жіберсем болады, көрсеңіз де болады. Сосын мынау жаңа модель. Көрдіңізбен тегеш қой, кәдімгі алюминий тегеш дейді, осындай алтын түсті жасаған. Негізсеңіз қазір бізді қасықты, велканы алтынға жасаймыз, шынның шеттерін әдемілеп алтынға жалып әдемілеп жасайды. Сол үшін соған набор болсын деп шығарған жаңа алюминий. Осылай қоймын, көрдіңіз бе? Алады. Иә, мынандай шетінде стаканның шетін әдемілеп осылай шетіріп жасап, и осылай тақсылар. Жақсы өтіп тұр, өте жақсы. Алтын жалатылған дейсіз ғой? Иә. Соған арнай велканда қасық, сондай нәрселердің бәрін алтынмен істеп жасап, набор қылып жасап жатырмыз ғой. Заводтан шыққанда негізі ыдыс-аяқтар ешқашан набормен шықпайды. Осы біреу болса 5000 тал, екіншісі болса 5000 тал, 5000 талдан шығады. Тек қана біз өзіміз клиенттікі өзінікі керектігіне қарай өзіміз набор қылып жасаймыз. Сосын осындай тазы заказ береміз заводтан. Олардың объемы дұрыс болып, өзінің маркасын қоям деген кісілер болса, онда осы кезде ішіндегі мынасын алмасып өзіміз жасаймыз, ыдыстың несіне, формасына қарай. Сосын сыртына коробкасына заказ береміз. Ол кезде өзінің маркасы, өзінің заводының аттары, компаниясының атын қоюға болады. Яғни бір коробкада бір комплект болады ол былай айтқанда. Иә. Негізі заводта ешкім сізге бір набор жасамайды. Ол барлығы бір тал, бір формадан, бір размерден 1000 тал, 20 000 тал, 30 000 тал осылай жасайды. Оның коробкасын жасау, ол қосымша бағасын өсіретін шығар оның барлығын? Иә, конечно, неге десе бір жағы ол коробкасы бар болған кейін ол өзіңіз талдайсыз ғой наборын. Кейбір размерді ұнамайды, алмайсыз. Соған заводқа негізі айлап келгенде оған да зиян. Ал бізге жақсы жері коробкасы болса жақсы барады қорғаннан. Жол бойы сынбай, шағылмай барады. Бұрынғыдай болса 10 талды қағазбен ғана байлап осылай жасайды ғой, сыртына ағаш коробка қояды. Қанша ағаш коробка ағаш ұрғанмен де, подон ұрғанмен де. Оны жерге қатты қоясың, бір-біріне соғылған кезде сынады. Ал сол болса қорғау үшін. Осындай коробка күйінде жасағанның бір артықшылығы оны сыйлық ретінде де беріп жүруге болады. Сосын ана бізде құдалығымыз бар, кит бар, соның барлығында. Жосы көп қой, той бар, қыдыратыны бар, той бар, туылған күн бар, мысалы бәрінің үйлеріне, жаңа үйге сыйлыққа береді. Соған коробкасы көркемдеу болады, алып шыққанға да әдемі шығады да. Осы уақытқа дейін жіберген бір-екі заказыңыздың мысалы бағасын айта кетсеңіз, мінекей мынандай набор болды примерно, ішінде осындай комплект болды, бағасы осылай болды, и осынша штук жіберді деген сияқты. Бізде мынандай осындай тура осылай домалақ келген, шеті келген, осындай алтын түсті, шетінде әдемі алтын гүл қойған бір набор болған. Сондай бәрін қосқанда негізі біз шығарған кезде 620 юан ба сондай болған. 620 юан. Қанша комплект сондайдан, қанша комплект жібердіңіз?
Biz buniki заводтың несі болады, өздерінің ең төмен айтатын несі болады. Ең аз енді 500-ден жоғары болу керек, комплекттен жоғары болу керек. Біз қазірге дейін уже қаншама 10 тоннадай сатып 10 000 комплект жібердіңіз. 10 000 комплект деген ол бірнеше фура шығар, қанша фура? 520 ма 530 бір фура болады. Енді фураныкі салғанына қарай кейбір кездерде біреу бос салады, біреу қатты салады дегенде 520-530 полный бір фура болады. Сонда негізі бір 4-5 фура болды ма? Енді бұл енді тек қана жылдың басынан қазірге дейінгі неміз успехіміз ғой енді. Құдай қаласа дұрыс болар енді. Жол енді ашылды, қазақ кітабының жолы. Мысалы жұмыстар енді бастап келе жатыр. Тамаша. Жыл басынан бері Жұлдыз ханымның өзі ғана 4-5 фураны жіберіп отыр. Басқа кісілер жіберіп жатқаны қаншама. Яғни ол ыдыс аяқтардың барлығы негізінде жаңа қожалықтарға, яғни жаңа бір семьяларға, жанұяларға беріліп жатыр. Жаңа жандай тойлар, той мерекелерде китті бар, басқасы бар, сыйлыққа бар деген сияқты. Жеке өзіне қолдануға да алып жатқандар жетеді. Жұлдыз ханым, өзіңіз қанша уақыттан бері осы салада, осы ыдыс аяқтармен айналысып жатсыз, қанша уақыттан бері жүріп жатсыз? Негізі 2008-ден бастап импорт-экспорт жұмысқа түскенбіз. 2012-ден бастап негізі осындай заттарды істеп отырмыз. Қазіргі таңда ыдыс аяқтар, сосын басқа да заттар жүріп жатсыз, да? Иә. Сұраныстарына байланысты? Иә, сұранысқа байланысты. Негізі қазақстан кісілерге өздері жақсы, өздеріне түседі, негізі барлық заттар бәрі түсе бермейді ғой. Өздеріне қазақидың несіне, тұрмысына түсетін, осылай ұсақ түсетін бұйымдардың бәріне жәрдемдесіп отырмыз. Бір коробканың ішінде 6 кісіге арналған, 30 коробка. Ішінде біздің негізі қазақи тұрмыстағы формасы түспейді, соған біз оны алмаймыз. Осылай төртеу жасаймыз. Стаканмен, кішкентайынан да сорпаның несімен, кішкентай тәрілкі, үлкен тәрілкі. Осылай төртеу жасайды, бір коробка ішіне 6 кісі. Сонда 24 болады. Қазір айтып отыр, бір коробкасы 170 юан деп отыр. Сонда 6 кісіге 170 юан деп, почти сонда отыр. Қалай арзан бір. 6 кісілік комплект 170 юан. Иә, солай. Еще андай коричневый цветі де бар ғой. Негізі бұлар заттар тағы да бір несі бар. Цветі коричневый, қара болса арзандау болады. Неге? Маған цвет қосады ғой. Тағы да еще жасайды да. Бір несі, бір жұмысы артық болады да адам қарағанда. Қымбатырақ болады деймін. Иә. Андай болса ол топырақтың цветімен болады. Өзі лайның цветімен бола береді де. Ондай онша қымбат болмайды. Мынадан көп болса 10-20 юанның разницасы шығады. Қазір бағасы 170 юан. Мынау вообще Қазақстанда ондай бағамен шықпайды, мүмкін емес. Бұл енді жарты бір фура деп айтқан бағасы. Иә. Бізде Қазақстанда да сондай ғой, енді оптымен разницадан ешқандай разницасы бар болады. Соған сол секілді бұл толық фура алған кезде заводта сондай өзі коробкасын жасап, салып, жөндеп заводтан шығартып. Супер. Ал примерно енді өздеріңіз теңгемен шағып, есептеп қарай беріңіздер, 170 юан қанша теңге болады. 6 адамдық комплектация. Бір адамда 4 ыдысы бар. И осының 4 ыдыстан 6 адамға арналған комплектация 170 юан. Енді оптым бағасын өздеріңіз примерно есептей берсеңіздер. Осы қатарлардан әйел қазақ кісілерді, қазақтардың әйел кісілерін көріп қалу әбден мүмкін, себебі бәрі аралап жүр. Жұлдыз ханымның да қонақтары бар екен. Сол қонақтарын бәрін осы жерде жүр дейді бәрін. Гуанчжоуда негізі киім, сосын мебель, унитаздар, одан кейін туалетный істететін унитаздар, сосын кафе, сосын алюминий вилка, пышақ, қасық деген секілді сондай заттар, мысалы. Солар өте жақсы. Ал басқа Шэньчжэнда, Юда? Мен айтпақшы оған Гуанчжоудың районында маңайында кішкентай қалалар бар. Солардың бәріне қосқанда сол мебель, унитаз, недер бар,
керамогранит, кофе, осындай. Одан кейін электронный зат, компьютер, сотовый, алюминий вилка, қасық деген нәрсе ол тек қана осы жерде шығады кітап бойынша. Солар одан қалса чаужудан ыдыс-аяқ шығады, шыны ыдыс-аяқтар, біз кәдімгі чай ішкен шындасы бұл. Сондай нәрсе шығады. Оларды осы Гуанчжоудың маңайына келіп алса болады. Ал Иу болса, Иу деген біздің өзіміздің өміріміз, тұрмыста істететін ұсақ-түйек нәрселердің бәрі осы жақтан шығады. Кухняның ішінде істететін кішкентай нәрселер, тряпкіден тартып, орамалды, қасық, кішкентай қасық, чөміш болсын, солардың бәрі негізі сол жақтан шығады. И ойыншықтар да бар осында. Ойыншықтар да Иуда, иә? Иуда ойыншықтар да бар, Гуанчжоуда да бар. Бірақ Гуанчжоудағысы үлкен еу, электронный сондай ойыншықтар көбірек. Бізде Иуда ұсақ майда түрде ойыншықтар. Мысалы, кішкентай ойнайтын, тез құрайды, тез жасайтын. Сондай жылдам-жылдам жұмыс істейтін нәрселер көбінесе Иуда. Үлкендеу, электрон, токпен айланысқан нәрселер негізі Гуанчжоу жақта болады. Қазір А секторынан С секторына бара жатырмыз. Ол жаққа жаяу жүруге де болады, жаяу жүріп, бірақ 20-30 минут жаяу жүріп барасың. Осындай арнайы көліктер, таксилер қойып қойған. Осылай кете беруге болады. Шын енді өз қазақи көңілмен айтқанда, қазақтың нәрсесін қазақтар жасағаны жақсы. Қолмен жасайды. Бәрі алюминий түрі мынандай, зептер деп негізі ол жерде сатылады. Қазақстанда да осы фирмада бар. Мынау екі түрлі, мынау сыртында күлі қойылған. Мынандай чауждың аузы ұқсамайды, мынау ұқса айғайлайтын, мынау дауыс шықпайтын. Бірақ оның бәріне осылай түседі. Олай осылай комплект жасайды. Қазір Қазақстанда негізі жақсы хит болып тұрған товардың бірі. Ішінде өзінің несі бар, чайсының несі болып. И мынандай нәрсені қазан чаудың несіне қарау керек дейді, астын қарау керек. Жұқа қаңылтыр болса, ол өте арзан болады да, бірақ ол жаманы тез күйеді, тез тесіледі. Сосын бір жерге барып, соғылы бұрылса да тез шеті майысып, кіріп қалып, солай болады бұл жағдай болады. Қараяды сосын. Мынандайдар оңай қараймайды. Сосын мына қалың күйтіп көріңізші өзіңіз. Салмақ болады дейсіз ғой? Салмақ болады. Сосын мына ішіндегі мына жеріне қарайсыз. Мына жерінде алба-жұлбам күйдіріп жабысып саған болса, ол дұрыс болмайды. Соған техникасына қарайды. Көріңіздер, мына ішінде жабысаңыз, ешқандай шықпайды. Олар неден қорқады дегенде, су қайнатқан кезде мына ішінде жабыстырған нәрсе қорғасын болады ғой. Ол денсаулыққа жақсы емес дейді. Сол үшін ол ешқандай нәрсе көрсетпеу, шығармай, денсаулыққа ешқандай не әзіреткізбеу үшін арнайы осылай істеген. Асты тоже мынандай ауыр, екі қабат жасалған. Фит болайын деп жатқан товар ғой. Ал фит болайын деп жатқан товар іздесеңіздер, как раз Жұлдыз ханым сіздерге айтып жатыр. Бұл болса формасы сіз мүмкін жігітсіз ғой, танып түсінбейсіз ғой. Бұл болса Викалинаның формасы. Викалина деп әзір уже Қазақстан базарында хит топ, қаншама уақыт болды. Кісілер бәрі іздеп тұрған заттың бірі. Біреу мынау 3 литрлігі, мынау 1 литрлігі. Сол Викалинаның качествосынан артық болса артық, ешқашан кем емес. Көріңіздер, астын көрдіңіздер ма? Бұл бәрі кішкентай болғанның өзінде де өзі көтеріп тұрып, ешқашан жұқа жасамағанда, астын екі қабат жақсылап жасалған. Үсті осындай. Көріңіздер. Ішіндегі кеткізген. Яғни осы жеріне мән беру керек болып тұр ғой? Сол жер дұрыс жасалған болса, значит сапалы болып саналады. Арзан сапалы нәрселерге сол жерінен көңіл болады. Олар мынаны осылай алып кіргізетін нәрсе тез қояды, ананы алып келіп, сосын шетінде топтарға жасай салады. Күйдіріп қана жасайды. Бірақ ең жаманы сол күйдірген зат өзі су қайнатқан сайын, ыстық болған сайын ол өзі адамға әсер етеді салды. Сол үшін де қазір осылай жасайды. Көріңіз астарының. Оны астында осындай. Өте жақсы ауыр келеді салмағы. Үлкен ішкеннен емес жоқ, су қайнатамын ғой тек қана. Кішкентай ішінде өзі чайға салмаған несі. Мына жерде екі түрлі сападағы чайник қазір естіп тұрмыз. Ең сапасында айырмашылық болатын нәрсе. Мынау бос тұрған қаңылтыр. Мынау уже кішкене қалыңдау.
екеуің былай бірдей ақ көрінісі, бірақ астыңғы жағы қалыңдау жасалған. Мынау сапасы сапасы жағында осыны. Мынау асты түсіп қалуы мүмкін, күйіп қалуы мүмкін, тесіп қалуы мүмкін осындай. Жұқа ғой. Мынау қалды. Мынадарымыз. Мынау көрінген жеден бастап қалыңдатқан. Жарты. Мына жерде тағы барып қосқан екен ғой. Мынау жарты қалыңдатқан. Мынау бүтін қалыңдатқан. Европаға бізде мынандай качество кетеді. Мынандай бір ұнамайды. Бұл өзі қалың, бірақ бағасы арзан болады. Білсеңіз, шетелде от көп киметіндер ғой. Ортасы ақ күйетіндері соған оған жасалған. Мынау болса ешқандай нәрсе қоспаған. Мынау болса бүтіндей қабаттап жасалған, қалыңдатқан. Ал если мынаны осы секілді жасауға да болады, сол бағасы да өзгереді. Сізде осы шығарып жатырсыз ғой, мысалы, қанша шығардыңыз? Қазіргіден чагында онша көп шығарып жатқанымыз жоқпыз. Біз мына наборды шығарып отырмыз. Осыдан шыққалы бір 500 ай болып қойды уже. Көп болса 2 ай болды, 1 ай болды осындай ғана. Енді қиып кетіп жатқан. Мынау болса бұрын кезінде Викалинасын шығарғанбыз, енді постоянно шығарып жатырмыз. Мынау өзіміз тауып алған завод. Викалинаның качествосынан почти жақсы болып, өзінің маркасын қойға болады. Сіздер, если, мысалы, Қазақстанда Викалина сетіп кетті ғой, уақытын көретіп кетті. Біз мынау сапасы одан нашар емес. Жақсы болса жақсы, нашар емес. И бұның бірден бір жақсы жері, өзінің компаниясы бар, өзінің маркасы бар кісілерге жақсы да, өзінің атынан, өзінің упаковкасын жасап, өзінің маркасын қойға жақсы. Екеуі бір комплект, қазір Қытайдағы бағасы 75 юан болып тұр. Викалина ол жерде ең аз 15 мыңсыз шықпайды, ең аз дегенде. 3 түрлі форма, біріншісі мынау болса 46 юан комплегі. Бір несі? Мынау болса 48 юан 50 теңге тұр. Бұл енді заводтан шыққан баға, ешқашан сөйлесуге болмайды, тек қана бір фура алу керек. Кейбір жағдайларда айтысуға болады заводқа бір фураға 3 түрлісінен бәрінен салып берсінші, пожалуйста деп енді біз енді постоянно зат салып отырғаннан кейін, если оларда даяр зат болса, оны құрастырып салуға да болады 3 түрлісінен. Бір фурада қанша чайник керек? 5 мыңдай болады. 5 мың. 46 юаны, 46 көбейтілген 5 мың, 230 мың юан да? Примерно 70-ге көбейткен күннің өзінде 16 миллиондық теңгелік бір фура, 16 миллионға бір фураны заказ беруге болады. Бұл жолын есептемегенде еще жол қосылады, аздап. Саудаласу жайлы әңгіме жатыр да, Жұлдыз ханым айтады, қатты саудаласу беруге де болмайды дейді. Егер қатты саудаласып бағаны түсіре берсеңіз, Қытайларда бағасын түсіріп бере береді, бірақ сапасы да сол секілді түсіре береді дейді. Қытайда қандай сөз бар дедіңіз жаңа? Қытайда бір сөз бар, дейді. Бір бағаға бір качество дейді. Негізі олар береді бір бағаны, бірақ өзінікі ақша таппайды деген өтірік сөз. Кім болса да саудагер ол ақша табады, біраз орны болады өзінде. Азырақ өзіме дауласып сөйлесесің, например, менің объемым көп, сен маған біраз бағасын түсіп бер, оған болады. И мен жолым жақын, жол ақшасын көтере салып. И мен постоянно сенен зат алып отырмын, сен маған түсіріп бересің. Ол болады, бірақ точно барып жарты бағадан, заводтан барып жарты бағадан тарастырып түсіру, ол өтірік сөз ол. Неге десеңіз, олар бәрібір біледі ол, бәрібір амалын табады. Сол жарты бағаны қайдан шығарады? Қайдан шығарады? Заттан шығарады. Или жапқышын дұрыс жасамайды, или аузын жасамайды, или қолын жасамайды. Ол шыққан кезде бәрі түрі оқсас, білінбейді. Барғаннан кейін бір ай сатасыз, сразу білінеді. Жұрт алып кетеді, істейді, сосын айтады, мына қоласы тез түсіп қалады. Мына жапқышы дұрыс емес, дұрыс орында түспейді. Мына аузы бос болып тұр, су ағып тұр. Содан шығатын нәрсе. Яғни Қытайлар бір бағаны ұсынса, демек ол бағаға сай нәрсені сізге ұсынып жатыр деген сөз ғой. Егер сөйлесу керек, міндет түрінде. Бағасын Қытайда, біздің Қытайда сөйлеспесең емес, міндет түрінде бағасын дауласу керек. Сөйлеспесең емес, обязательно дауласу керек. Неге десең, олар өздеріне де солай береді. Неге десең, олар өздері бір-бірімен сауда істегенде солай істейді. Саудаласып, сен біраз, мен біраз сөйлескенде олар жақсы көреді. И ол қаншама жылдан бері Қытайда қалып қалған әдет ол.
Biz қазақтар уже қаншама Қытайлармен жұмыс істеп үйрендік қой. Біз де білдік қазір Қытайлармен сауда істеуге болады. А Еуропаға бар, олар бір баға айтады, ешқашан сөйлемейді. Оларда ондай әдет жоқ. Бізде бар, оны айту керек. Саудаласу мәдениеті қалыптасқан. Иә, соған біз міндетті түрде саудаласу керек. Бірақ өзіңіз білесіз ғой затыңыздың бағасы қалай екенін. Арғай өте шын айтсам, ол өте сөйлейді. Яғни негізі саудада жүрген кісілер, оптом алып жүрген кісілер, алып сатып жатқан, Қазақстанға елге апарып сатып жүрген кісілер негізі білет бағаны. Ол примерно бір-екі бағаны сұрайды, одан артын түсірсе, ол сапасы да құретінін түсінеді, басқасы да құретінін түсінеді. Сондықтан әркім өзінің зауытын, өзінің затын, тауарын бағасын білетін болып тұр ғой. Көрмедегі бағалар өзі қалай жалпы бұл жерде? Сол төмен бағаны көрсете ме, әлде кішкене жоғарылатылған баға көрсете айта ма? Негізі өте де төмен баға болмайды, бірақ базардағы бағадан төмендеу болады. Виставканың тағы да бір пайдасы, ең үлкен пайдасы зат алу емес. Бізде ойлауымыз дұрыс болу керек та, виставкаға келгенде тек қана зауыттың информациясын жеу үшін. Мысалы, біз білуіміз керек. Мына нәрсе қай жерде, қай қалада жақсы шығады, көп шығады. Енді нағыз объем болған кезінде сол қалаға барып зауытпен тікелей сөйлескен дұрыс болады бізге. Зауыттармен танысу ғана болып тұр ғой. Зауыттармен танысу, не нәрсе қандай зауыттан шығады, қандай жаңа нәрселер шығып, солар көру үшін ғана. Ары қарай уже сол нәрсені үлкен объемда алатын болсаңыз, уже сол зауытқа барып сөйлесіп. Тікелей сөйлесуге болады. Ол кезде сонда коробкасына сөйлесесің, жәшігіне сөйлесесің, ішіндегі упаковкасына сөйлесесің. Екі качествосында да тексересің. Ең маңыздысы ол зауытта істеп тұрған жерін көресің. Көзіңмен көрген нәрсе оны ұқсамайды. Кейбіреулер мүмкін елдің зауытының абразиясы. Бірақ онда бір жақсы жері Гуанчжоу деген Қытай бойынша бір жылда жылдан бірден бір үлкен выставкада бұлар біраз лицензия бар. Дұрыс компания болмаса, мынаған қатынасуға рұқсат жоқ. Соған Гуанчжоудан негізі информация жиған дұрыс болады. Жұлдыз ханымның бізде толыққанды байланыс нөмірлері, контактілері бар. Алдағы уақытта қызыққан адамға Жұлдыз ханыммен байланыстырып, бірге сауда жасауға мүмкіндік болады бұйырса. Бүгін барынша Жұлдыз ханыммен ыдыс-аяққа байланысты тұрмыстық қажеттіліктерге байланысты заттарды көрсетуге тырыстық. Осы видео соға арналды деп ойлаймын. Барынша максимал түрде ақпарат беруге тырыстық. Жұлдыз ханыммен кездескеніме қуаныштымын, танысқаныма қуаныштымын. Өте жақсы болды. Біраз ақпараттарды айтып түсіндіріп берді. Сіздерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Кімге осы видео қызық, кімге керек деп ойлайсыз? Егер ыдыс-аяққа қатысты сауда жасамақшы болсаңыздар, осы видеодан пайдалы ақпарат алыңыз деп ойлаймын. Тағы кімге керек деп ойлайсыз, соларға жіберіңіз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, каналға тіркеліп кетіңіз. Пікірлесіп қалдым да, осы Пиндода ең жаңағы қалдықтардың ең нашарларын сатады деген сияқты, солай ма? Біз өзіміз қазақпыз ғой, жақсы көреміз ондай түрлі-түрлісімен. Бұлар оқсас. Көрдіңіз бе? Bir қатары, bir падоны бәрі оқсас. 500 набор бір түстен алып, оны ертең сатылмай қалса, тұрып қала ма деп. Қойған заттары ма не? Видеозаны қосшы. Мынау керек. Мынандай ма? Өте арзан нәрседен өте қауіптену керек, сақтану керек деп жатыр да, шыны керек.